Қазақ алфавитін латын әліпбиіне көшіру мәселесі еліміз тәуелсіздігін алғаннан бері талқыланып жүр. Тіпті елбасының өзі Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 12-ші сессиясында қазақ алфавитін латынға көшіру мәселесін қайта қарастыруды да тапсырған болатын. Ол өз сөзінде посткеңестік елдердің көбі ғылым дамыған, латын тіліне көшіп жатқандарын да тілге тиек етті. Ал Қазақстан 2050 стратегиясында латын әліпбиіне 2025 жылға дейін толық көшетінімізді де мәлімдеген болатын. Ал осы орайда ғалымдар, әдебиетшілер жалпы қауым арасында да латын әліпбиіне көшу мәселесі төңірегінде сан түрлі пікірлер айтылуда. Ал жуырда осы мәселеге қатысты еліміздің мәдениет және спорт министрі де ойымен бөлісті. Оның айтуынша, бұл ұзақ мерзімді бағдарлама және негізгі жұмыстардың дені 2025 жылға қарай атқарылмақ. Себебі латын әліпбиіне көшу үшін білім беру бағдарламалары, оқулықтардың барлығы және тағы өзгерістер күтілуде. Ал осыған байланысты біз тұрғындардың пікірін білмек болдық. Қазір ертерек әлі. Бәрі өз тілімізде дұрыстап үйрене алмай жатқанда, қазір оны аударуға әлі ертерек білемін соны. Сонда солай деп ойлаймын. Латын жазылу қиын болатын сияқты бізге. Потому что біз өз әрпімізге үйренгенбіз енді. Латынша жазу ол жағына білмеймін даже. Менің ойымша оқуға қиын болады. Ол да түсініксіз болады үлкен адамдарға. Біз түсінсек те үлкен адамдар түсіне қоймайды.